киносын көремін деп өте қуанып та келіп едім. Нұрикамал подругам, құрбым есіме түсіп, көңілім толқып, сағыныш кәдімгі көрсетіндей болып сағынып келіп едім. Киноның басында толып атқан реклама жүріп, шаршаңқырап барып, әйтеуір Нұрикамал киносына жеттім ау. Бірақ Нұрикамал бейнесін менің ойымдағыдай, өзім білетін құрбым Нұрикамалдай болып шықпады. Сонысы кішкене жеңілтектеу бейнеменен шығарған екен. Сонысы маған ұнамады. Ол өте салмақты, парасатты еді. Сондай ақылды, мейірімді еді. Әрине өте сұлу болатын. Сұлулығына бәрі сондай тәнті болып, еркек ұрқақшы бәрі оған ғашық болатын сұлулығына. Шашын желкесіне тиіп қоятын еді. Мұндай жалбыратып жүрмейтін еді. Енді жағы Шымкентке барғанда қандай мен екеуі құрбы болып кеткенде рас, ол кейін ол жөнінде көп маған әңгіме айтқан. Оның жағы Тұрлыұлыштың оған композитордың ғашық болып ән жазғанын талдағанбыз біраз. Сонда әсіресе мен айтып едім, саған бұл бір керемет ескерткіш болды. Сенің артында Нұрикамал деген ән қалатын болды дегенде. Әсіресе соның бір сөзі қатты ұнады. Сол үшін мен оларға ризамын. Сені тапқан ана деген сөзі, қандай ана сені тапқан деген сөзі керемет ұнап еді деп айтып еді. Сол Ханбибінің жағы ер мінезділігі, төзімділігі, оның да бір парасаттылығы соны айтып, ой, екеуміздің ортамызда бір еркек жүрсінші, сен ұл тауып бер оған деген сөзін айтып, маған біраз күліп алған еді. Мен айтып едім, ойпырмай, қандай ерлік өзінің күйеуін берген деген сияқты. Сондай бір жақсы қарым-қатынаста болып, кейін араласып кеттік деп әңгіме айтып жүрді. Артынан екеуі бір ескерткіш жасап, кездесулерді жасап жүрді, Ханбиб екеуі. Көкшетауда бір ескерткіш кездесу болғанда да барып тыңдаған едім, керемет мәнді. Ол өлең ішінде де ән өте ерекше айтылған ән. Шында да әр әндердің бәрінде ондай тарихы өміршең болмайды ғой. Бұл бір өміршең ән, тойларда да айтылып жатады. Билеп жатады жұрттар осы әнге. Адамды сезімін оятатын ән ғой. Сондай. Жексеннің орындауында керемет айтылады. Жақсы, маған қатты әсер қалдырды. Мен киноға кереметтей көңілім толқып, сондай көңілмен келіп едім. Көргеніме сондай риза болып отырмын. Рахмет, Нұрикамал жанатта болсын. Осы біз соны есімізге алып, жаңағындай айтып атқанымызды, фильм шығып атқан, жаны біліп сезіп атқан шығар, жаны рахатта болсын. Өмірде жақсы адам еді. О дүниесінде Алла оған берсін, нәсіп етсін.